Так, енді бір есеп көре қойық. Мынадай бір m1 деген нүкте берілген, және де түзудің канондық теңдеуі берілген. Осы нүктеден бір түзуге дейінгі арақашықтықты табу керекпіз. Бірінші біздің жасайтын амалымыз мына жердегі түзудің теңдеуінен түзудің бойында жатқан нүктенің координаттарын жаза қойық. m0 деген нүктенің координаттарын жаза қоятын болсақ, 3, 1 және де 5 болады. Сосын және де біздер не істейміз? m0 мен m1 нүктесін қосып вектор жаза қойсақ. m0 және m1 мінекей. Так, бұл бізде қандай болады? m1-ден азайтамызды 4, 3-тен 1 айтсам 2, 2-ден 5 айтсам минус 3. Енді бізде екінші вектор керек. Екінші вектор түзудің бағыттауыш векторын ала саламыз. n деген векторымыз бізде минус 1 және 2 және минус 2 бола қояды екен. Болды. Енді осы екі вектор арқылы біздер арақашықтықты есептеп жүрсек, d тең болады. Екі вектордың векторлық көбейтіндісін жазып жүрсек қазір. По сути, қайсысын көбейтсек те разницасы жоқ. m0 m1 көбейтілген n векторы деп осыны векторлық көбейтіндісін тапсақ, бізде вектор шығады әйтеуір. Бір оңға қараған или солға қараған вектор шығады да. Орын ауыстыратын болсақ, соң бағыты ғана өзгереді. Бізге бұл жерде мына бір s-ті табу үшін не істейміз? Осы вектордың соңғы шыққан вектордың ұзындығы бізде аудан болып кетеді. Сол нәрсені ескеріп шығарып жүрсек болды. Бөлеміз осы n векторының енді ұзындығына. Үстіне енді векторлық көбейтіндісін жазып жіберетін болсақ, ижк бойынша. Так, ижк m0-дікі 4, 2, минус 3, минус 1, 2, минус 2. Енді n-нің ұзындығы 1, 4, 4. Бұдан бізде 3 шығады, мына жақта. Енді анықтауышын есептеп жүрсек. Так, айды жабатын болсақ, минус 2, минус 2-ден не азайтсақ? Ой, минус 4, минус 4-ке 6 қосылса 11 бола ма? Жоқ, минус 4-ке 6 қосылады 2 болады. 2 ай. Сосын минус g векторы 4 пен мынаны көбейтсек минус 8. Минус 8-ге мен азайтамын мені. Минус 3 плюс 11 болады екен ғой. Көбейтілген 11 дей салайық. Қосылған k-ны көрсек. Енді k-ны көрсек 8-ге енді қосамыз 10 болады. K көбейтілген 10 болады. Енді бөлінген бізде 3. Енді біздер үстіндегі вектордың проекцияларынан істейміз. 2, 11, 10-ды. Осы бойынша вектордың ұзындығын жазып жіберсек, бізде аудан шыға қояды. Так, 4 қосылған 11-дің квадраты 121, қосылған 10-ның квадраты 100. Осын түбірге аламыз да, мында 3-ке бөлеміз. 100, 225, 15 шығады. 15 бөлінген 3 тең бізде арақашықтығымыз 5-ке тең екен. m1 деген нүктеден бір канондық түзуге дейінгі арақашықтық, бізде 5-ке тең екен.